Журналистер әкімге емес, әкім журналистерге келді. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен қала басшысы Ержан Жылқыбаев облыстағы телеарналарға бас сұқты. Әрқайсының тыныс тіршілігімен жеке танысып, журналистермен кездесу ұйымдастырып жұмысын көрді. Толығырақ тілшіміз Қымбат Абдалимова тарқатсын. Сәлеметсіздер. Қалай жағдайларыңыз? Әдетте журналистер әкімдік ғимаратына барып шенеуніктерді сағаттап тосуға үйренген. Бұл жол аймақ басшысы журналистердің жұмысын көруге өзі келді. Алдымен Тараз 24 арнасының жас журналистермен кездесті. Енді ғана аяғынан тік тұрған телеарнаны аралап, техникалық жабдығымен, жұмыс барысымен танысты. Аз уақыт ішінде журналистермен әңгіме өрбітіп, редакция қызметкерлері дайындаған жобалар туралы бейнероликті де көріп үлгерді. Өз тарапынан журналистерді аймаққа, шалғай жатқан ауылдарға баруға, журналистік зерттеу материалдарын көбірек дайындауға шақырды. Жас коллективсіздер, жақсылық табыс тілейміз. Мына абырой беделдеріңіз өссін. Сіздерге ең керегі көрермендеріңіз көп болсын. И көрермендер сол сіздерге жақсы баға беретін болсын. Үздіксіз 24 сағат хабар тарататын аймақтық арнаны әзірге кездестірмегенін айтқан Сапарбаев арнаның жұмысына оң баға берді. Осыдан кейін аймақ басшысы 30 жылдан астам тарихы бар Жамбыл арнасына барды. Облыстағы негізгі телеарна болғандықтан үлкен жауапкершілік артылатын алға тартты. Одан әрі құрылғанына 5 жыл болған 7 арнасының жұмысымен танысты. Телеарнада түрлі фильмдер мен сериалдар көрерменге жол тартты. Тәй-тәй басқан Тараз 24 өзінің төл туындысы «Жақсылық жаршысы» фильмін көрермен назарына ұсынды. Телеарналарды көріп шыққан аймақ басшысы журналистердің жұмысына оң баға беріп, аға буын өкілдерімен де сабақтастықты ұмытпауды да айтты. Қолдау білдіруге уәде беріп, арналардың техникалық базасын жасақтап, ғимаратты ретке келтіру керек екенін атап өтті. Қымбат Абдалимова, Шыңғысхан Кенесхан, Жамбол Таңдыбаев, Тараз 24.